соншалықты анауар. Қазақ халқы мәдениетін, тәлім тәрбиесін, салт дәстүрмен өнегесін, әдет ғұрыппен, үлгісін жөн жосақпен, ырым тыйыммен көрсете отырып, әдепті, ұлағатты ұл, әдемі, инабатты қыз өсірген. Міне бүгінгі іс-шара Қазақ аналары дәстүрге жол республикалық қоғамдық бірлестігінің бастауымен салт дәстүр, әдет ғұрып, ана тілімізді қастерлеу, ұлттық киім, ақ кимешегімізді насихаттау мақсатында өтіп жатыр. Салтанатты түрде Қазақ аналары дәстүрге жол республикалық қоғамдық бірлестігінің Шаңырақ 2 бөлімшесінің тұсаукесу рәсіміне қош келдіңіздер. Алматы және Алматы облысының Қазақ аналары дәстүрге жол республикалық қоғамдық бірлестігінің төрайымы Ләйла Дәулетті, Алатау ауданы жергілікті өзін-өз басқару комитет төрайымы Жадыра Мақсатқызын және Шаңырақ 2 бөлімшесінің төрайымы Рикаш ханымды ортаға шақырамыз. Өзіміздің қазақтық салт дәстүрімізді жаңғыртып жаңадан қазақ деген халық қашанда ауызбіршілікті мықты халықтың арасында Құдайға шүкір бүгінгі тәуелсіз Қазақстанымызда өмір сүріп жатырмыз. Құтты болсын, жақсылықтарына жас бастасын. Бармын деп тасыма, жоқсың деп тасыма. Еңбек істен ерінбей келеді бақ қасыңа. Еңбектеріңіз табысты болсын. Ашылып отырған мереке құтты болсын. Күніміз осындай шуақты болсын. Жұлдызымыз жарық болсын. Балаларға арналған осы дәстүріміз оңынан тусын. Барлықтарыңызды тағы да құттықтаймын. Бақытты болыңыздар. Әмин, айтқаныңыз келсін. Апайымыздың айтқаны келсін. Дәстүрлі жол мерекесі құтты болсын. Бәріміз осы ата-бабамыздан қалған дәстүрді жалғастырып, киелі кимешегімізді киіп, мынандай әппақ болып, мына барлықтарыңызды керемет әдемісіздер. Сондықтан мерекелеріміз құтты болсын. Барлығымыз ары қарай жалғастыра берейік. Дәстүрге жол республикалық қоғамдық бірлестігі сізге еліміздің жарқын болашағы, жаңа Қазақстанның жаңару мен жаңғыру жолында аянбай үлес қосқаныңыз үшін шексіз алғысын білдіреді. Біз үшін жобамыздың мән-маңызы айрықша. Оның арқалайтын жүгі бір жылмен шектелмейді. Жобаның ауқымы кең, мазмұны да бөлек. Біз алтымызға биік мақсаттар мен армандар қойып отырамыз. Өскелең ұрпақ тәрбиелеу жолында тілегей теңіз, орасан, еңбегіңіз жана берсін. Қазақ аналары дәстүрге жол республикалық қоғамдық бірлестігінің төрайымы Жүгінісова Айнұрхан. Мемлекетімізді басқаруда жастар әділетті де, белсенді, білікті жастарымыз өкіметті басқарып халқымызды алда қарай бастауға Аллах тағалам өзің жол көрсете көр. Я Раббым Алла, я Раббым Алла, я Раббым Алла. Ниет тілегімізді қабыл ете көр, иманымызды кәміл ете көр, Илляхим, жастарымызды иман жүзді жүректерін иман ұялаған ете көр, Илляхим. Әмин. Мына Сақина, менің нағашы апамның 96-ға келген, ол кісінің қайтқанда 25 мен ол кісіні осы жеңгеме аманат етіп мынау. Адамның өзі. Жеңгем қолын. Анамыздың жолын берсін сізге.
мақсаты не? Бұл жерде ұмыт қалған салт дәстүр, ұмытылып кеткен аналарымыздың қасиетті киелі кимешегі, қыздарымыздың, тұрмысқа шықпаған қыздарымыздың сәукелемен жүруі, шолпымен жүруі, сол ұмыт қалған салт дәстүрімізді жаңғырту, болашақ ұрпаққа, келер ұрпаққа осыны мұра етіп, ата бабамыздан келе жатқан салт дәстүрді мұра етіп біздің мақсатымыз қалдыру. Біздің ата бабаларымыздан қалған осы мұраны ұрпағымызға насихаттау, ұрпақтарымызға осыны жеткізу, түсіндіру, киелі кимешекті, шолпымызды, тақиямызды, басымызға салып жүрген орамалымызды, не оның мағынасы қандай екенін жеткізу болашақ ұрпаққа. Біздің қазақ аналары дәстүрге жол, қоғамдық бірлестіктің мақсаты бір күн ғана кимешек киіп шешіп тастау емес. Біздің аналарымыз, біздің жас келіндеріміз, кимешекті жас келіндер киген, кеудесін жауып баласын емізу үшін жас келіндер дене пішімін жаңағы ыңғайсыздық көрсетпеу үшін ұзын қылып, арт жағын қиықша ұзын қылып, алдын түсіріп кеудеден кимешек киген жас келіндер. Бірақ біздің көз алдымызда кимешек әжелеріміздің образында қалып қойды. Әжелеріміз ғана ақ кимешек киетіндей болып қалды. Жоқ, олай емес. Кимешектің руға байланысты, жаңағы аймаққа байланысты түрлері өте көп. Сіз бұрынғы кезеңде болса, ақ кимешек киіп келе жатқан келіншекті көрсеңіз, ол келіншектің қай рудан, қанша баласы бар, оның күйеуі бар ма, қай жаста, соның барлығын кимешек арқылы сіз білетін едіңіз. Ал қазір біз заманға сай басымызға кимешек киюге ұмтылып жатырмыз. Енді осы кимешектің өміршең болуына аналар өздеріңіз атсалысыңыздар. Бүгін киіп, ертең жалаңбас сізді танымай қалмайық. Бүгін осы жерден сіздер әр дастархан бір тәрбие дейді, әр дастархан. Сол сияқты осы жерден сіздер бір кішкене ғана жүректеріңізге, көкіректеріңізге бір кішкене ғана тәрбиелік мәні бар сөзді, немесе бір көріністі іліп алып кетсеңіздер, біз соған қуанамыз. Бүрмелі көйлек, кестелі торғын, қамзолы барқыт, ою алтын, сәукеле киіп, әніңе салған ардақтап өтем қазақи салтым. Нұрдәулет апайымыздың орындауындағы әнге берсек.
құрметті, мынау ашылып жатқан дәстүрге жол бағдарламасын құттықтаймын. Халқың көп болсын, өмір жасың ұзақ болсын. Әрқашан халықтың алдында өстіп белсенділігіңді көрсетіп, барлық жағдайда да өзіңнің сауаттылығыңда, дәстүрге деген қанықтылығыңда бәрін көрсетемін. Біліп отырсың мінеки. Сондықтан саған кереметтей бір жоғары баға бергім келеді. Осы мына жаңа Ләйла ханым грамотамды беріп қойды. Сол осы шақырып отырған өз ауылымның шаңырақ екінің жаңағы қаншайымы, төрайымы болып отырсын. Құттықтаймын, өмір жасың ұзақ болсын. Бұдан да жоғары белестерге жетуіңе тілектеспін. Қадірлі де ардақты аналар, әуелден сіздермен амандасып алайын, сәлем беріп, өздеріңмен қауышып, бүгінгі мынау Рикаш апамыздың бастамасыменен өте бір керемет, жақсы бір жайсан күндерде өтіп жатқан іс-шарасы қайырлы құтты болсын. Басымыз аман, деніміз сау болып, мынау бізге өте бір кеңшілікті берген жаңа Қазақстанымыз, осындай жаңа бір кимешекпенен біздің жас кездегі негізі бұл арманымыз болған. Сол арманымыз міне орындалып, мақсатымыз арман мақсатқа жетіп, мақсатымыз қалай деп еді, өз орнын тауып, осындай аналарымыз Айнұр ханымның бастағаны, одан кейін бізде Алматыда міне Ләйла қажыменен 7 баланың анасы, ардақты үлкен ана, мен де 5 баланың анасымын, бәрі ержетіп кеткен. Қазір немере бақсақ та, сол немерені бір жаққа атасына тапсырып қойып, келіннің өзіне шараны, әкем өзің арғарай жалғастыра бер балаларыңа деп, мен осы кісілермен жаным бірге. Осындай ақ жаулығымыз ешқашанда кірлемесін. Рикаш апай сізге Алла тағала денсаулық берсін, күш қуат берсін. Қазақ аналары, дәстүрге жол аналары, баршаңызға Шеңгел тауынан бір сәлем. Баршаңыздың біріншіден баршаңыздың отбасыларыңызға амандық, бастарыңызға амандық, бауырларыңыз бүтін болсын. Соның ішіндегі Ләйла ханым сізге рахмет. Сізге жетелеп келген мына Камила ханымға рахмет. Осы Камилаға біз дайын болып келдік. Осы біз деген мұнда Сәжида тәте бар, мұнда өзіміздің апалар бар. Әліпби қоғамындағы, әліпби ана мен баланы қорғау қоғамы бізде Шолпан Бостанқызы болатын. Сол кісі. Мұна кісіде біздер көбінде осы жолға біздер дайынбыз. Шындап қайгенде біздер кезінде жаңағы айтып отыр ғой, бәрімізде шалбар кидік, ашық-шашық жаңалас жүрдік. Бізді осы жолға тәрбиелеген бізде Шолпан болатын. Ал енді бізде қазіргі қазақи кимешекке сіздер тәрбиелеп жатырсыздар. Бұл кимешекті өзімнің анам киген. Мен сол себепті өзім жақсы көрем. Өзіміз киеміз кимешекпен. Оның үстінде кимешекті де тілемеді, оны айтпай қойын. Ал енді мына ашылып отырған Рикаш қадамы құтты болсын. Осы тек шаттық, қуаныш болсын. Іргең аналарға толсын, жаста үлкенде бола берсін. Тек биік шыңға жетуге Алла нәсіп етсін. Жолымыз ақ болсын, Алла аналарымызды аман қылсын. Армысыздар, асыл ақ жаулықты аналар. Міне бүгін сондай бір керемет ақ түйенің қарны жарылған күн. Қазақ аналары дәстүрге жол республикалық қоғамдық бірлестікті ашқан сіңліміз Айнұр Жүгінісова ханымға үлкен рахмет айтқым келеді. Ең бірінші, мінекей бір жылдан бері міне Алматы қаласынан Ләйла Дәулетқызы, Ләйла Дәулет Ноғайқызы міне замандасымыз, батыр ана, осы ноябрь айында міне бір жыл болады. Осы Алматы қаласынан Айнұр сіңліміздің жобасын алып келіп ашты. Мінекей бір жылға таяу болды. Алла тағала осы бастап жатқан игілікті істеріне сауаптан жазсын. Қазағымыздың салт дәстүрін жаңғыртар өздеріңіздей ақ жаулықты аналарымыз көп болсын. Мен міне Байсеркеден аштым, одан міне Жамбыл ауданынан ашылып жатыр. Мерейден ашылды. Міне бүгін
Енді міне бүгін мына Рикаш апамыз шаңырақ 2-ден Рикаш анамыз бастаған мінекей үлкен іс шара болып жатыр. Қандай керемет. Бұл Рикаш апамды мақтасам енді тіл жетпейді. Жан жақты адам. Бұл шаңыраққа енді осы шаңырақ ауданына белгілі адам десем де болады. Бұл кино саласында да қай жақтан алсаң да жаңағы ортаны қыздырып жүретін дейді ғой, жаңа орысша организатор, бір сөзбен айтқанда. Өзі сондай энергетикасы толып тұрған апай ғой. Мына осы біздің дәстүрге жолға келіп жатқан мына аналардың қай-қайсысы да жаман емес. Әр қайсысы өз ұлтын сүйетін, елін сүйетін, елім, халқым, ұрпағым деп жүрген аналар. Тегіннен тегін бұл жерге келіп жатқан жоқ. Болмаса әйел адам көп қой. Мына тілегіміз бір, жүрегіміз, ниетіміз бір. Мына жаңағы ұлтым деп соққан, мына келіп жатқан ақ жүректерімізге Алла тағала сауаптан жазсын. Мына қазағымыздың салт дәстүрі жандана берсін. Ақ жаулықты аналарымыздың қатары көбейе берсін. Келешек ұрпаққа, мына артымыздан еріп жатқан бозбала жас келіндерге, бойжеткен қыздарға берер тәлім тәрбиеміз көп болсын. Мына Алматы қаласының үлкен чаты бар. Сол чатта біраз аналарымыз бар. Сондай дана, кемеңгер, жаңағы көсем сөздің жаңағы шебері дейді ғой. Не бір батагой аналарымыз отыр ол жерде де. Сол кісілердің айтқан жаңа баталары мен беретін нәрселері өте көп. Енді міне сол кісілердің жолын беріп, мына шаңырақ 2-ден ашылып жатыр. Рикаш апамызға да сол кісілердің жолын беріп, әрбір ауданнан осындай кереметтей үлкен осындай бөлімшелер ашыла берсін. Қазақ даласының барлық жерінде салтымыз, ән, жыр, күйіміз, мына ұлттық өнерлеріміз, аналарымыздың ақ кимешектері жаңғыра берсін. Анау Семейге барайын деп жатырмыз жақында. Алла тағала Қазақстанның барлық жерінде осындай салт дәстүр жаңғыра берсін. Құтты болсын Рикаш тәте. Ләйла ханымға үлкен рахмет. Алла сыйласын, сауаптан жазсын. Жүгіріп жүреді, барлығымызға үйретеді, білмегенімізді білдіреді. Енді бұл кісінің еңбегі ұшан теңіз, Алла сауаптан жазсын деген келеді. Құтты болсын. Баршаға жұғысты болсын. Сіздің ауылға да барайық. Сәжида анамызға Алла қуат берсін. 8 бір сырлы өзі. Аман болыңыздар. Құтты болсын. Қасқырдың терісі не үшін ілген? Соған жүлде бар, айтқан дұрыстап. Сыйлық бар екен. Иә, сыйлық бар. Қасқыр мінезді қазақ деп, қазақтың мінезінде қасқырға теңеп жатыр ғой. Демек қасқыр қасиетті, өзінше жаңағы түз тағысы, сондай күшті, айбарлы, айбатты аңның бірі болып табылады. Мысалы үшін қасқырда қас қылмайды жолдасына деген мәтел бар сөзде. Бұған қарап біз қасқырдың жаңағы бір адамға тән қасиетінде де бар екендігін байқап қалуға болады. Сол сияқты қасқырдың жаңағы терісі жылы және денсаулыққа пайдалы деп атады. Содан қасқырдың тұяғы, тісі, солардың барлығында да дәрілік емдік қасиеті бар деп жатады. Мен естуім бойынша. Сол себептен қасқырдың терісін құрметтеп, жоғарыға іліп, тіпті қасқырдың атын атама, итқұс деп айт деп. Егерде қасқыр деп атын атасаң, ол шамданып, саған өшігіп, малыңа тиеді деген ұғым, наным ежелден қалыптасқан. Мынау не және бұны не үшін қастерлейді? 7 қазынаның бірі берен мылтық. Берен мылтық. Көп рахмет. Білмесеңіздер, енді біліп жүресіздер. Бала күнге сай болып, толықсып тұрар ай болып. Қыз бала күнге сай болып, толықсып тұрар ай болып. Қанеке, қоншақ уақытта отырайық. Қасыңа қарайсың көңілің жай болып. Қара қар көзді қасыңа қарайсың көңілің жай болып. Қыз бала гүл, қыз бала жүр, қыз бала ертеңі із ғана бұл. Мен де сен де қызғана біл. Қыз бала гүл, қыз бала жүр, қыз бала ертеңі із ғана бұл. Мен де сен де қызғана біл.
Kaneke. Kane ortaga. Kız bala gül, kız bala jül, kız bala ертеңі ызғана бұл, менде сенде қызғана біл. Kız bala gül, kız bala jül, kız bala ертеңі ызғана бұл, менде сенде қызғана біл. Кимешек деген мына қазағымыздың өзінің бұрыннан келе жатқан ұлттық киімі. Кимешектің басы жаңағы бірінші келін түседі, қызды үйден ұзатып шыққаннан кейін ол келін болады. Келін болғаннан кейін бір жылдан кейін ана болады. Ару ана болғаннан кейін ана ретінде қыздарға бірінші баланы тапқаннан кейін келіндерге кимешек кигізген. Ол кимешек кигізген себебі мына адам төсін көрсетпеу керек. Ер адамның үлкен кісілердің алдында бұрынғылар кеудесін үлкен кісілердің алдында баланы еңізбеген. Сол себепті баланы да жауып тұрады тіл көзден. Сол себепті мынау кіндікке шейін кимешектің алды кіндікке шейін болған. Ол кимешектерді содан ары қарай өзінің жаңағы жас жасына қарай кие берген ғой. Қазір кимешектерді неше түрлі өзіміз ары қалай жасай береміз ғой міне кимешектерді. Қолдан тігеміз бәрін, сәндік үшін біздікілер. Ол жаңағы айтып отыр күндегі әр елдің салтына қарай әр елдің жасын талғағанда жаңағы айтып кетті ғой. Жасымызды да біледі, ерлі зайыптысы жолдасымыздың бар жоғын да білдіретін. Сон менің бұрынғыдан естігенім мына жолдасы жоқ, жесір әйелдер, бойдағы әйелдер көбінде мына жақсыз киген екен кимешекті. Бәр кимешектер болар, неше түрлі кимешектер, жаңағы руға бөлініп, жаңағы неғұрлым жаңағы мына алдыға қарай, жаңағы өзіміздің жалайырдың несі мына алдыға қарай төгіліп, тарақ белгісімен, жалайыр таңбасымен жазылған екен. Сондай әркімнің өзінің өнерін көрсеткен ғой, нақтылап айтқанда, кимешектер қазақтың әртүрлі оюымен өрнектелген. Адамның өмірінде ақ пен қара бірге жүреді. Сол ақ пен қараға бірдей адам шыдау үшін, шыдамдылығы мықты болу үшін, мына сызықтың бәрі бұны айтады, жол дейді. Сол жолдарда еш уақытта адам құламай, тік жүру үшін әртүрлі жіппен тігілген. Ал енді мынау жаңа айттым, қыз бала келіп келіншек болып уже мынаның басында сіздер тақия емес, орамал деп есептеңіздер. Жас босанған келіншекке алғашқы кимешек кигенде орамалын шешіп, бисмиллахиррахманиррахим деп абысындары жиналып, енесі барлығы келіп, жаңағы жас түскен келіншекті бір бөпелі болғаннан кейін сен сыйлы келініміз болдың, ортамызда қадірліміз болдың деп басына кимешек кигізген екен. Сен келін болдың, келсап емес, келсаптарға кимешек киілмейді екен. Ана атанғаннан кейін кетің Ой, қандай әдемі. Қандай әдемі жарасады. Шашын ішкен қамыздар.
Алматы қаласы Алатау ауданындағы Шаңырақ 2 ықшам ауданының бөлімшесінің қазақ аналар дәстүрге жол бөлімшесін аштық, салтанатты түрде аштық. Көптеген аналарымыз қатысты, жас келіндер, жас қыздарымыз қатысқан өте бір керемет қазақтың салт дәстүрін насихаттаған жиын болды деп айтамыз. Өте керемет, аналарымыз риза болды. Ұмытылып бара жатқан салт дәстүрді көрсетті. Және де тұрмыстағы пайдаланған қазақтың байырғы тұрмыстағы пайдаланған көптеген қазақы жаңа салт дәстүрлерді, ырым тыйымдарды барлығын көрсетіп, сондай бір тәрбиелік мәні бар жиын іс-шара өткізді. Осылай. Алла разы болсын. Рахмет Рикаш ханымға. Осындай жиындарымыз көбейе берсін. Қазақ аналары дәстүрге жол қоғамдық бірлестігінің филиалдары, бөлімшелері көптен ашыла берсін. Біз қазақ аналарының мақсаты салт дәстүр, әдет ғұрып, ырым тыйымдар және ана тілін қастерлеу, ұлттық киімдеріміз, әрине аналарымыздың ақ кимешегін қастерлеп, осыны насихаттап ұрпақтарға жеткізу барлық мақсатымыз. Соның жолындағы еңбегіміз көбейе берсін, елене берсін. Жүнді не үшін салған? Жүнді салған кезде жаңағы өздеріңіз білесіздер, носкиді де, үстіге киетін киімдердің бәрінде осындай салаудан өткізіп алып тұрып, өтіп отырып тұрып, және де текеме басасыздар ма, сырмақ басасыздар ма? Осы жүндердің бәрін осындай көпірістен алып, неше түрлі бояуға салып отырып, содан кейін сырмақтарды тіккен, неше түрлі қазақтың киелі оюларын салған. Біздің қазақтың да қыз келіншектерге тағатын өздері әшекейлері болған. Ол әшекейлерді біздің сол бұрыннан қымбат металдан, алтыннан, күмістен соқтырған. Ол әшекейлер жаңағы қыздың құлағына салатын сырға,
және мойынға тағатын тұмар және өмір жиектейді кеудеге тағатын жаңағы алқасы, білезік, жүзік, осының бәрі қазақтың қапсырма, түрлі түйреуіштер, олар қымбат металдардан жасалып, алтыннан, күмістен және асыл тастармен өрнектеліп, көркемделген. Қызымыз сол үшін де әлі дейін дәстүріміз жалғасып келеді. Бізде қазақта қызға құдаласып келгенде, қыз кәмелеттік жасқа толғанда сырға тағу рәсімі осы уақытқа дейін жалғасып келеді. Қызымызға сырға тағады, әлі де тағады сырғаны. Бой жетіп отыр. Бұл сырғаның да неше түрлері бар. Қазақи нақышта ою өрнектермен және асыл тастармен көмкеріп жасалынады. Яғни қыз бала? Қыз бала уже бой жетіп, жаңағы ұшқан басынан қанат қақталып тұр. Жәймендеп бой жетпей жатқан қыз баланың жүрісі әдемі болсын деп. Жүрісі әдемі болсын деп, және бойын түзеп, бір бой жеткен. Сабырлы, сондай. Сабырлы, бір жақсы бұл өссін деп. Және қыздарымызға шаштарына шолпы, шашпау таққан. Ол шолпы шашпауда астарында жаңағы кейбіреуі теңгемен өрнектелген және түрлі асыл тастармен мойнына сөйтіп шашына тағады. Мойнына, кеудесіне жаңағы алқа, оны күмістен, алтыннан және асыл тастардан орнатып жасайды. Ол алқада осы қызымыздың бойында жарасып тұрады. Сосын мен мамам енді 92-ге келіп бұлдыр қайтты. Өзім 70-ге келіп қалдым, жаңа айтып жатыр енді. Дұрыс айтып жатсың ба? Енді мына бірінші білесіздер өздеріңіз. Мамам әйтеуір дорбаға құяды, сосын ол сүзіледі, сүзгеннен кейін қатық болады. Қатық болғаннан кейін бөлек бір біздеріне тегеш дейміз енді біздің Алматы облысында. Сол тегешке тұзды салып, илеп әбден айландырып, құрт қып жайып қоямыз жоғары қарай. Үстіне марлы, ол кепкенше жеп бітіреміз, 7-8 бала, өздеріңіз білесіздер. Кепкен, сосын әйтеуір құрт қып, сосын ойбой, шешені шығады, ойбай, мынау құрттан түк жоқ қой деп. Сол сияқты мінекей мынау құрт, мынау істеп алып келген, мынау ірімшік. Мына ою жайлы айтсақ, ежелгі ата-бабаларымыз оюдан ойып сырмақ жасаған, киіз басқан, отыратын көрпелерінде оюлап, әдемілеп, қошқар мүйіз, неше түрлі геометриялық құрақтарды жасап, ою өрнектерменен әшекейлеп, бәрін сәндеп, керемет, қандай әдемі оюларды бізге қалдырды естелікке. Бізде қазір енді дамытып арғарата қолданып жатырмыз күнделікті өмірде. Мына геометриялық ою дейді. Мынау жұлдыз ою міне мынандай. Мынау жай ою өрнектің өзі қандай әдемі. Міне геометриялық оюлар. Осындай оюларды кейін келіндеріміз, қыздарымыз, немерелеріміз үйреніп жалғастырады деп сенеміз. Міне көрпелер қандай әдемі оюлап жасалынған. Осылай енді ісіміз жалғаса берсін. Келешектегі жас ұрпақтарымыз осының бәрін біліп, меңгеріп, қолданады деп сенеміз.
жол қазақ аналары республикалық қоғамдық бірлестіктің Астана қаласынан ашылғанына 1 жыл болды. Осы алдымыздағы қараша айында Алматы қаласынан ашылғанына 1 жыл болайын деп тұр. Міне осы Алматы қаласынан және Алматының айналасынан көптеген бөлімшелер ашылды 1 жылдың ішінде. Алматы қаласын басқарып отқан Ләйла Дәулет Ноғайқызы ханым, батыр ана, сол кісінің басшылығында бүгін мінекей Алатау ауданы Шаңырақ Еті ауылынан Рикаш апамыз ашты. Ашылу рәсімін жасап, соның есінде ашылу салтанатында болдық қазір. Өте керемет жоғары деңгейде өтті. Бұдан 2 ай бұрын біздің Байсерке ауылында да ашылған болатын. Мына Қаскелең облысы Мерей деген ауылдан да жақында ғана ашылды. Енді көптеген ауылдардан тағы да ашылмақшы, сондай жоспарларымыз да бар. Мына салт дәстүрімізді жаңғыртып жүрген қазақ аналары дәстүрге жол республикалық қоғамдық бірлестіктің жасап жатқан еңбегі халыққа, елге, әсіресе мына қазақ аналарына, мына әжелеріміздің, аналарымыздың ақ жаулығын, киелі кимешегін дәріптеуде қосып жатқан өте жаңағы еңбегі орасан деп ойлаймын. Алла разы болсын. Сол қатарда міне өзімізде бармыз. Барынша осы қазағымыздың салтын, дәстүрін, әдет ғұрпын көнерген, ұмытылып бара жатқан салт дәстүрімізді өнер болсын, қазақтың ұлттық киімі, қандай қолөнер бұйымдары болсын, соның бәрін біз енді елге, халыққа насихаттап жүрміз. Әсіресе әйел аналарымыздың басындағы ақ жаулығын, көбінше жаңағы баяғы әжелеріміздің, аналарымыздың тартқан ақ жаулықтарын қазіргі аналарымызға қайтарғымыз келеді. Және де осы біздің өзіміздің қолға алған істерімізді артымыздан ерген өскелең ұрпақтың да санасына сіңіріп, соларды тәрбиелегіміз келеді. Әрбір қазақ анасы өзінің отбасында осындай ақ жаулығын дәріптеп, насихаттап жүрсе, әр шаңырақта өсіп келе жатқан болашақ қазақтың аналары өсіп жатқан бойжеткен бүлдіршін қыздарымызға да үлкен сабақ болады деп ойлаймын. Өте керемет, Рикаш апайымызға сәттілік тілеймін. Шығыла кінәңді жуық енді. Онда менен бір ән болсын. Барады ауылым көшіп қызыл жарға, таң атар шолпан туып сызылғандай, көзіңнің мөлдірін ай. Осы әнге қоңырлатып сала берем, көңілім сені ойлап бұзылғандай, көзіңнің мөлдірін ай. Қуандай жүйрік майда жалай, бар мекен бізде ынтызар ай. Ішіңде тоқ қарағай, уәделескен көзіңнің мөлдірін ай. Әнді шырқап айтайын, бәрі тұрып билесін, бәрі тұрып билесін.
Құрметті бүгінгі дәстүрлі жол, ана жолы ақ жаулықты аналар. Дәстүрге жол, сол киген ақ жаулықты аналар, біздің құрбы құрдастары, апалар, замандастарым, қыздарым, келген немерелерім, сол барлықтеріңізге көп-көп рахмет. Мінекей бүгін мен өзім ойымша тамаша өтті деймін. Сіздер барлықтеріңіз ренжімеген шығар деп ойлаймын мен. Керемет болды деп ойлаймын өзім. Әрқашан енді сіздерге де осындай жол берсін, осындай әрбір районнан ашыңыздар, біздің дәстүрлі салт дәстүрімізді көтеріңіздер, жоғары көтеріп, қазақы дәстүрімізді осылай ары қарай жалғастыра берейік, қыздарымыз қалай жүретінін көрсетейік, бізден кейінгі ұрпақ келіндер, бізден кейінгі келіндерде қалай жүру керек, өз орындары қандай екен біліп, солардың бәріне осындай салт дәстүрімізді көрсетіп жүре берейік. Көп рахмет. Алланың нұры жаусын. Біз қолдаймыз сіздерді. Әрқашанда ақ жаулықты аналардың ақ алғысы Алланың назарына ілініп, балаларыңызға бармақтай бақ бітіп, тұғыры таймас тақ бітіп, сол балалардың рахат қызығын көріп жүріңіздер. Алла қазақ елінің көк туын желбіретіп, ел іргесі аман болып, ұрпақтарымызға, әсіресе ер азаматтарымыздың жүрегіне батыр бабаның түгі бітіп, келер ұрпақ атасына нәлет,
анасына лағнет келтірмейді. Ол ұрпақтың алатыны бабадан бата, анадан алғыс болып, еліміз жайнаса екен деп тілеймін. Жұлдыздарыңыз жоғары болсын, Алланың нұры жаусын. Келешекте кейінгі ұрпақтарымызға осындай дәстүрлі жолдың көп нәрселерін көрсетіп, салт дәстүрлерімізді көрсетіп, осындай ұрпақтарға осындай тәрбие болса екен деп аштым. Сол ашылған дәстүрдің мен пайдасы тиді деп ойлаймын. Сәттілік тілейміз. Бүгінгі іс-шарасы керемет, жақсы, өте жоғары деңгейде өтті. Зикаш апай, сізге табыс тілеймін. Ұрпақтарымыз, бала-шағаларымыз аман болсын. Шаттықтан жанын шалқытып, өмірді думанды жер